Бәріне сәлем. Мына видеоны мен қыстан бері түсірем деп жүрдім. Қазір жаз болды, маусым айы. Ертең келесі апта деп жүріп, осымен жаз бастап кетті. Айтқым келген мәселе бұл Алматы қаласындағы Кекілбаев көшесіндегі бұрынғы Каблуков велосипед жолы. Бұны негізі көпшілік білет, алматылықтар. Бұл жер бұрын трамвай линиясы болды. Қазір бұл велосипед жолы. Мына көріп тұрған қиылыс бұл Кекілбаев көшесінен Кекілбаев көшесінен неге қарай, Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесіне қарай өтетін жол. Мына жерде бұрылыс Торайғыровқа қарай өтеді. Мынау велосипед жолының белгісі майыстырып кеткен. Жалпы бұны тым асығыс ойластырмай салғаны бірден байқалады. Өйткені мұндай велосипед жол емес, бір машина жолының трассасын еске түсіреді. Өйткені қараңыз, тым жалпақ. Меніңше бір жағын жаяу адамдарға қаларса болар еді негізі. Өйткені бәрібір адамдар осының үстімен жүреді. Қазір байқалмайды түс мезгілі. Бірақ таңертең кешкі мезгілде көретін болсаңыздар, мына жерде кәдімгі қарапайым тротуардың функциясын атқарады. Ал мына тротуар, бұрыннан тұрған мына жолдың ар жағында тротуар, бұл өте сирек қолданылады деп болады. Өйткені адамдардың бәрі осының үстімен жүреді. Бұл бір тротуар және тағы бір тротуар бар мына жерде, қазір көрсетем. Жолдың мына жақында арықтан кейін мынандай тротуар бар. Мынандай тротуар. Бірақ көріпсіздер, мүлдем бос, ешкім жүрмейді, жаяу адамдардан. Бәрі велосипедтің жолымен жүреді. Қателеспесем, қала құрылысының ережелері бойынша автомобиль жолы тәртіп бойынша, велосипед жолы содан кейін барып жаяу адамдардың жолы болу керек. Яғни басымдық не бойынша жүреді? Көліктің қауіптілігі бойынша жүреді. Яғни аса қауіпті, велосипед қауіптілігі төмен, одан кейін мүлдем қауіпсіз жол бұл жаяу адамдардың жолы. Соң ойлаймын, егер мына жақта жаяу адамдарға берсе, мүмкін кішкене конфликт азайыр еді. Өйткені велосипедпен жүрген кезде таңертең кешкі мезгілде өте қиын. Адамдар кедергі жай адамдар емес, бала шағасымен жүрген, қыдырып жүрген, серуендеп жүрген үлкен қарт адамдар, қариялар. Енді шамаң жеткенше айналып өтуге тырысасың, бірақ бәрібір белгілі бір деңгейде не бар? Конфликтлі атмосфера бар. Өйткені сен өз белгілі бір жылдамдықпен келе жатасың велосипедпен. 40 деп айтайық, мысалы, алдыңнан адам атып шықса, әрине сен тежегіш басуға мәжбүр боласың. Сәйкесінше апат жағдай тудырасың, өзіңнің өміріңе қауіп төндіресің. Велосипедтің тежеу ұзақтығы машинаға қарағанда көбірек деп айтады негізі. Бұл асфальттың беті дымқыл болса, мүлдем ары қарай ұзақ тежегіш басқанмен ұзаққа дейін сырғанап барасың. Бұл бір, екіншіден ауып кетуі мүмкінсің. Бірден тежегіш басқанда екі, үшіншіден алдыңдағы адамды ұруы мүмкінсің, соғуы мүмкінсің. Үлкен адам болса мүмкін жарақатпен құтылар, ал кішкентай бала болса ол өлімге әкелуі әбден мүмкін нәрсе. Екінші жағдай бұл тағы да осы жаяу адамдардың құқығын алып келеді. Қараңыздар мына. Велосипед жолының үстімен, кәдімгі автомобиль жолының үсті секілді мынандай зебралар болу керек, адамдар өтетін. Яғни тротуарға адамдар өтіп кету керек қой. Жолдың бойын велосипед жолымен емес, тротуардың бойымен жүру керек. Ал қараңыз, мына жерде қандай жағдай? Мына жерден жолдан бері қарай өттің. Ешқандай жаяу адамдарға арналған өткел жоқ, зебра жоқ.
ана бір жерде бір тапталып тастаған жер бар. Қыс бойы сонымен жүрдім мен өзім. Қыс кезінде жаяу адамның рөлін атқарып. Мына былай келе жатасың да. Мына тақырға қарай өтесің. Тротуарға өту үшін. Онда да бір 10 адамның 2-і өтетін шығар. Шынын айту керек. Қалғандары осылай тіке жүре береді. Мынандай бір асфальт төсегендей болып, асфальттың имитациясын жасағандай екен, бірақ бәрібір ойлап қараңыз. Мына жермен бала арбасын итерген адам ата-ана жүретін болса, немесе жалпы қимыл жүріп тұру қиын адамдар, мүгедек адамдар болсын. Бұлардың бәріне бұлар қиындық туғызады кәдімгідей. Қазір көріп білесіздер, кішкентай балалар самокатпен жүреді, кішкентай үш аяқты велосипедпен жүреді. Үнемі ата-анасы қасында еріп жүреді, Қараңыз, қалай шығуға болады. Мен жазда қыста, яғни бұның тауқыметін көрдім. Баланы садиктен алып келем, жаяу қайтып келе жатқанда. Менің үстімен осы жермен жүрем. Ол қайтып келе жатқанда баланы үш аяқты велосипедке отырғызам. Артынан итеретін несі бар, тұтқасы бар, сонымен ұстап келіп, осылай мына жерге келіп тірелесің. Артынан айдап келе жатқанда, мысалы, мына жерге келіп тірелесің. Бұны өзің еңкейіп, тоңқайып, алдын көтеру керексің. Осындай проблема, бұл жалғыз ғана проблема емес. Жаңағыдай айтып кеткендей тағы бір жағдай көріп тұрсыздар. Зебра, жаяу адамдарға арналған. Ана жақтан келіп өтеді, былай қарай. Өтеді де тротуарға қарай өтіп кетейін десе, көріп тұрсыздар, қоршау. Мына жерде үлкен арық бар, содан балалар түсіп кетпесін деп қоршап қойған, бірақ дегенмен мына жерде адамдар өтетін жол болу керек еді. Әрине, бұндай кедергіні көргеннен кейін кез келген жаяу адам велосипед жолына түсіп алады да, тиісті бағытына қарай жүре береді. Бұл екінші мен көрсетіп тұрған кедергі, бірақ бұл соң емес. Қазір тағы көрсетем. Тағы бір мысал. Жаяу адамдардың ағыны бұл жерде басқа жермен салыстырғанда көбірек болатын шығар деп ойлаймын, өйткені зебра бар, бұл бір, екіншіден аялдама бар. Яғни бұл жерде адамдар көбірек болады. Енді қараңыз, қандай конфликтіге орнатулар, қандай кедергіге орнат, тағы да қоршау. Яғни ар жағында тротуар бар. Тротуардың жағдай туралы енді бөлек әңгіме ол. Сапасы туралы. Қазір біз жаяу адамдардың ыңғайлылығы туралы айтып отырмық. Велосипедшілермен конфликтісі туралы. Мына жерде мысалы адам өтті, бірақ велосипед жолынан басқа тиісті жеріне апаратын жол жоқ. Жабық тұр яғни. Асфальт жетпей қалған ба бір нәрсе. Ойлап қараңыз, бұл жерде енді жаяу адам өтіп кетер. Ал мүгедек арбамен келе жатқан адам болатын болса, бұған қиындық туғызады. Сол жаңағыдай ситуация ешқандай ыңғайлы өткелі жоқ жаяу адамға. Мына жерде аялдама бар. Аялдамадан мына жаққа өтім келсе, мысалы, мына бір қауіптілеу шұрық тесік. Білмеймін, не деп айтуға болады бұны. Өткел ме, өткел емес пе? Жай соны топырақ сеуіп тастаған ба? Арықтың үстімен. Ешқандай жағдай жоқ. Бір қызығы сол, қоршау барлық жерде емес. Ана бір жоғары жақта болды. Төменге қарай түскенде уже қоршау жоқ. Неліктен кейбір жерінде бар, кейбір жерінде жоқ. Акимат түсіндірген жоқ. Мынау мектеп, 63-ші мектеп. 63 деген мектеп. Балалар өтеді көбінесе. Бірақ бұл әрі жаяу адамдардың өткелі, әрі машина кіретін жерде, мысалы. Ата-ана мысалы машинасын алып келеді, мына жермен баласын алып келеді.
ата анасымен бірге мына жерге кіреді. Олар енді велосипед жолына қатысы жоқ, бірақ сонда да ескеру керек нәрсе. Машинаны мына жерге қояды. Кейін шыққанда артпен шығады. Ал жер таптар, яғни адамды басып кетуі мүмкін кішкентай балаларды. Бұл қате ойластырылудың тағы бір мысалы. Қате ойластырылудың. Мына енді Өтеповке қарай бұрылатын жері, Каблуков мына жерден бітеді де Өтепов көшесіне қарай айналады. Мына жерде өткелдер көріп тұрсыздар. Басқа жаңағы жоғарыда айтып кеткен жерлермен салыстырғанда шүкір деуге болады. Бірақ енді асфальттың сапасы неге қазды да қайтадан көнбей кетті, дұрыстап жамалмай кетті асфальтпен, түсініксіз. Ол бөлек әңгіме. Жарайды, бүйтіп өтіп келгеннен кейін ары қарай мына тротуарға қарай шығып кетеді. Енді жақсы, сөзім жоқ, бірақ зебра керек. Стандарт бойынша болу керек мына жерде зебра. Бірақ көріпсіздер, жаяудан былай қарай өте алса да тротуарға қарай бәрібір адамдар велосипед жолымен жүреді. Бұған мен тағы бір себеп іздеп көрдім. Меніңше мына тротуардың мен велосипед жолымен салыстырғанда кішкене ыңғайсыздау орналасқанда сапасы екінші жағынан себеп болған сияқты. Өйткені мына жер жақсы, жаман емес. Ені де тар емес тым. Бірақ былай қарай егер жаяу жүре беретін болсаңыз, бәрібір алдыңызда кедергілер болады. Бұл мәселелерге жаңағы айтылған жаяу адамның көзімен үңіліп қараймыз. Мына қараңыз, сол жаңағы Кекілбаев көшесі, тротуармен келе жатасың. Алдыңнан машина өтіп кетеді, саған ешкім жол бермейді. Велосипедистерге ешкім жол бермейді. Мынандай машиналар өтетін жерлерден ешкім жол бермейді. Өте қиын, қауіпті ситуациялардың бірі. Бірақ велосипедистердің көбі етеріп кеткен сияқты, оларға бір күңкілдейді де жүре береді ары қарай. Жаңа тротуар мәселесі. Жаңа тротуармен келе жаттық. Келетте бұл мынандай жолға ауысады. Жаңағы қиылыстан кейін мынандай жалпақ, ені жалпақ жолға ауысады. Көріпсіздер, бұл жеке меншік жер үйлер. Солардың алдын, солардың машинасына ыңғайлы болсын деп осылай жалпайтып жүрген. Басқаларға қалай екен білмеймін, бірақ мен үшін кішкене қауіптірек сияқты. Баламен келе жатасың, балаң жүгіріп жүреді айналanda деген. Егер машина қозғалып кететін болса, алды-артына қарамайтын машиналар бізде көп қой. Қасында кедергілер бар ма, айналада қауіп жоқ па деп айнасына қарамай жүріп кете беретін машиналар бар. Тағы бір қиылыс. Бұл да қауіпті. Қараңыз. Машина жаяудан көрмей қалуы мүмкін. Жерде зебралар керек. Жаңағы өткен қиылыста, мына қиылыста да зебралар керек. Акимат Янгелден консультация алып, жағдайды жаяу адамдарға жасап береміз деп уәде еткеннен кейін, бұлардың жаңа жолдарды жобалаған кезде сол консультацияларды берілген кеңестерді ескеру керек сияқты, менше білмеймін. Бұның бәрі осы соңғы 1-2 жыл, ары кетсе 2-3 жылда салынған жолдар, яғни
жаяу адамдарға арналған қала деген бағдарлама басталғаннан кейін жобаланған нәрселер, бірақ көріпсіздер, баяғы жартас, сол жартас совет заманындағыдай асфальтты төсей салғанда кете берген, ешқандай бір мысалы, мен мынаны білмеймін, бұл тротуар ма әлде машина жүретін жол ма, түсініксіз вообще, ешқандай белгі жоқ. Екеуі де жүрсін деген сипатпен салынған сияқты менше. Екеуі де жүре берсін, ұрыспай керіспей осы жолды бөлісіңдер енді деп салып берген сияқты. Мына жерде жер үйлер аяқталады, ана жұмысшы тұрған жерде жеке сектор аяқталады да, ары қарай кәдімгі тротуар басталады. Тротуар. Қазір көрейік қалай екен. Қауіпті ма, қауіпсіз бе? Бізге жол бере ме, машиналар жол бермейді? Жоқ, машина келескен жоқ. Жоқ. Машина болған жоқ. Өтпесе байқап көрейін деген бізге. Маған жол берер ме екен? Тротуар. Көрейік қазір. Ыңғайлы бола ма, тротуарына жаяу жүрген ыңғайсыз болған екен. Өйтпеңіздер, қолым дірілдеп жатыр, өйткені бір қолмен велосипед, бір қолмен камера ұстап қатын. Мұны көріп тұрғандай. Жаяу жүрме деген белгі бұл. Неғып жүрсің мына жерде деген белгі. Нағып тұр вообще, түсініксіз. Өйтіп ұстаған. Мына жерде зебра бар, зебрадан қарай өтіп, адам былай қарай жүру керек негізі. Зебраның бәрі негізі тек қана автомобиль жолының үстіне емес, велосипед жолының үстіне де салыну керек. Бұл тұрғыда маған Алматының Абай көшесінің бойындағы, Абай даңғылының бойындағы велосипед жолы ұнайды. Ол жерде бәрі қарастырылған. Жаяу адамдардың зонасы бөлек, велосипедтің жүретін жолы бөлек. Жаңа айтқан нәрсе осы кедергі. Айтып қараңыз. Машиналар тұратын болу керек. Бұл жерде өткені май ағып май аққан. Мына жерде қоқыс төгетін жәшіктер. Өте сондай көрнекі, әдемі, күн сайын жүргім келетін жер. Былайша айтқандай, қараңыз. Бұл да түсініксіз. Тротуар ма, тротуар емес пе? Тротуар болу керек, бірақ просто машина қойып тастаған. Кезекті бір бұндайларды мен жарайтам. Кезекті ары қарай айналып келесіңде, яғни қоқыс жәшігіне бола сен шеңбер жасауың керексің. Не мына велосипед жолымен, не мына бір тротуар сымақпен, түсініксіз, сатусыз белгісіз бір өсін май төгілген жолмен айналып өтуің керексің. Сосын келіп осы тротуарға түсесің. Енді қараңыз, бұл жердің ситуациясы қандай. Бұл жерде тротуар жіңішкеріп кетеді. Шамамен өтен 1,5 метр шығар, 1,5 метр. Қарсы адам кездессе қазір маған, мен жолдың шетіне ығысып, жай ығысып емес, кәдімгідей барымды салып ығысып, бір-бірімізге тиіп кетпеудің амалын ойластыруымыз керек болады. Яғни адам жүруге ыңғайсыз деген сөз. Адамдар жүрмейтін көрініп тұр. Мына жерде арық. Мысалы, қараңғы түнде келе жатсаң, мен бұл осы ауданның тұрғынымын, сондықтан білем, мына тротуарда жарық жоқ түнде. Ешқандай қиналмай біреуді итеріп жіберіп, мына бір арыққа бағалы заттарын тартып алып, ары қарай өз жолымен кете беруге болады. Ой, микрофоным қысырып қалды. Алдым. Осындай жағдай, мысалы, мен түнде бұл жермен жүрмес едім. Біріншіден тар, екіншіден қараңғы, үшіншіден сені біреу жеткеніңнен бір қоя ма деген қауіп бар.
рахмет жасап бергеніне, бірақ кішкене бұны ойластыру керек еді деп ойлаймын. Жаңағыда айтқан шешім бір жағын велосипед жолының бір жағын жаяу адамдарға беру. Өйткені бәрібір олар осы жолмен жүретін болады. Бәрібір бұл жолдан кетпейді енді. Бұған әбден үйренісіп болды бұл жолға жаяу адамдар. Сондықтан бір жағын беріп, бір жағын велосипедистерге қалдырып, шиеленісіп жатқан жағдайды кішкене шешуге болады деп ойлаймын. Жаяу адамдардың, велосипедшілердің жағдайына қатысты проблемалар айтуға тұрарлық әлі де бар деп ойлаймын. Тағы да бірнеше видео түсіруге болады. Егер қызық болса, комментке қалдырыңыз, немесе лайк басыңыз. Ары қарай бұл проблеманы жалғастыратын боламын. Қысқаша осы.